Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 86-шы сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып әріпті өрнектер. Сен 1-2 амалда әріпті өрнектер құруды және әріптің берілген мәніне олардың мәнін табуды үйренетін боласыңдар, Бірінші тапсырмаға қарайық, өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. А нұсқасында бізде 44 пен 35-тің айырмасы А есе арттыру. Мұнда А тең 5-ке деп тұр, Яғни біз 44-мізден 35-мізді жақшаның ішіне алып көбейтеміз Аға. Аның орнына 5 тұр. Демек, бұл жерде біз Аның орнына мына 5 санын қоямыз. Енді қарайық. Жақшаның ішінде 44-тен 35-мізді алып, яғни Аның орнына 5-ті қойған кезде көбейтеміз 5-ке. 44-тен 35-мізді алсақ 9, 9-ды 5-ке көбейтсек 45 болады екен. Келесі, Ә нұсқасы 24 пен X-тің бөлінісі мұндағы X тең 3-ке дейді. 24 пен X-тің бөлінісі X тең 3-ке, демек X-тің орнына мына 3 санымызды қоямыз. 24-мізді 3-ке бөлсек, бізде 8 болады екен. Б нұсқасында 23 пен 13-тің қосындысы Б есе кеміту, мұндағы Б тең 4-ке дейді. Яғни 23-міз бен 13-мізді жақшаның ішіне алып, Б-міздің орнына мына 4 санымызды қоямыз, бөлінген 4 дейміз. Енді 23 пен 13-мізді қосақ 36, 36-мізді 4-ке бөлсек, ол бізде 9-ға тең. Келесі, X көбейтілген жақшаның ішіне 27 бөлінген 3 дейді. X тең 4-ке дейді. X мәніміздің орнына 4-ті қоямыз. Демек 4 көбейтілген жақшаның ішіне 27 бөлінген 3. Тең 4-мізді дәл солай жазайық. 27-ні 3-ті бөлсек 9, 4-пен енді 9-мізді көбейтеміз, ол бізде 36-ға тең болады екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Өрнектердің мәнін тауып сәйкестікті анықта дейді. Бірінші өсімдіктерден алынатын өнімдер. Жануарлардан алынатын өнімдер делінген, Бірінші бізде Y бөлінген 8, Y тең 40-қа дейді. Демек, Y-міз орнына біз мына сандарымызды қоямыз. 40 пен 8-ді бөлсек, ол бізде тең екен 5-ке. 5 ол бізде мінекей 5 саны бізде өсімдіктерден алынатын өнім екен, Келесі, жақшаның ішінде 80 азаттан 48 көбейтілген В. В тең 4-ке дейді. Енді В-ның орнынан біз мына 4 санымызды қоямыз. Демек, жақшаның ішінде 8 азаттан 48 бөлінген 4. 8 мен 48-мізді бір-біріне алып аламыз. 32, 32-ні 4-ке бөлсек 8. Демек, бізде 8 саны өсімдіктерінен алынатын өнімдер екен, Келесі, С азайтылған 6 бөлінген 2, С тең 90-ға дейді. Сын мәніміз орнына мына 90 санын қоя саламыз. Демек, 90-нан аламыз 6-мызды және 2-ге көбейтеді екенбіз. Енді 90-мызды дәл солай жазамыз. 6-мыздан 2-ні көбейтсек 12, 90-нан 12-мізді алсақ 78. 78 бұл да бізде өсімдіктерден алынатын өнім екен. Енді келесі жануарлардан алынатын өнімдерді айтатын болсақ, 30 қосылған 9 көбейтілген А. А тең 3-ке. Аның мәніне біз 3-ті қоя саламыз. Демек, 30 қосылған 9 көбейтеміз 3-ке. Енді 30-мізді дәл солай жазамыз. 9 мен 3-ті көбейтсек 27, 30-ға 27-мізді қосақ 57. 57 саны бізде жануарлардан алатын өнім екен. Енді соңғы X бөлінген жақшаның ішіне 22 азайтылған 19, X тең 21-ге дейді. X-тің мәніне біз мына 21 санын қоямыз. Демек, 21 көбейтеміз. Жақшаның ішіне 22-мізден 19-мізді аламыз, 21-мізді дәл солай алайық. 22-мізден 19-мізді жақшаның ішін орындағанда 3 мәні шығады. 21-ден 3-мізді бөлетін болсақ 7. 7 бұл да бізде жануарлардан алынатын өнім болады екен. Үшінші тапсырмаға қарайық. Тура теңдіктерді тауып, дәптерге көшіріп жазайық. Бірінші бізде Б қосылған 30 тең 30 қосылған В дейді. Бұл бізде бір-біріне тепе-тең, яғни тура теңдікке жатады екен. Келесі, 3 көбейтілген 4 қосылған 3 тең немесе 3 көбейтілген 5. Бұлардың қосындысы бір-біріне тең болады. Демек, бұл бізде тура теңдікке жатады екен. Келесі, А көбейтілген 5 немесе А көбейтілген 4. Бұл бізде тура теңдікке жатпайды. Келесі, 27 азайтылған С тең 32 азайтылған С. Бұл бізде тура теңдікке жатпайды. Келесі, 28 бөлінген X тең немесе X бөлінген 28. Бұл да бізде тура теңдікке жатпайды екен. Келесі, 9 көбейтілген 3 азайтылған 3 тең немесе 8 көбейтілген 3. Бұл бізде тура теңдігімізге жазады екен. Демек, бұларды біз көшіріп жазып алады екенбіз дәптерімізге. Төртінші тапсырма, есептерді шығар дейді.
А нұсқасында мектебімізде ас адамның арқау тақырыбында сурет көрмесі өтті. Оған 3 сыныптан 12 оқушы қатысты дейді. Әр сыныптан қатысқан оқушы саны бірдей. Көрмеге әр сыныпта неше оқушы қатысты дейді. Бірінші сыныптан қатысқан оқушылар саны бізде белгісіз болып тұр екен. Сынып саны 3 сыныптан қатысқан оқушы саны 12 екен. Енді біз шешуі мына 12-міз бен 3-мізді бөле саламыз. Сонда 4 оқушы болады. Жауабы көрмеге әр сыныптан 4 оқушы қатысты. Ә нұсқасына кестені пайдаланып есебіне бір кері есеп қарастыр, оны шығар дейді. Кері есеп ретінде әр сыныптан 40 оқушы деп алсақ, сыныптан 3 деп алсақ, енді бұл жерде 3-міз бен 4-мізді көбейте саламыз. Әр сыныптан 4 оқушы дегеннен, яғни ол бізде 12 оқушы болады екен. Барлығы бізде 12 оқушы бар екен. 5-ші тапсырма сағатта қай уақытта көрсетіп тұр? 4 сағат бұрын сағат қай уақытты көрсетті дейді. Бірінші бізде 15 сағат, одан кейін 13 сағат 30 минут және 12 сағат 15 минут делге. Енді 15 сағатымыздан біз 4 сағатымызды аламыз, е? Сонда бізде 11 сағатымыз екен. Екінші сағатта енді 13 сағат 30 минут. Одан алайық 4 сағатымызды. Сонда 9 сағат 30 минутымыз болады екен. Келесі 12 сағат 15 минутымыздан аламыз 4 сағатымызды. Сонда бізде ол 8 сағат және 15 минут болады екен. 6-ші тапсырма салыстыр дейді. С қосылған жақшаның ішінде 59 азайтылған 58 дейді. Немесе 1 қосылған С дейді. Бұлар бізде тепе-тең. Неге десеңіздер, бізде 59-дан 58-мізді алсақ, С қосылған 1 шығады. 59-дан 58-мізді алсақ 1 шығады. Енді С қосылған 1. Енді мына жерде 1 қосылған С. Олар бір-біріне тепе-тең болады. Енді келесі Б қосылған 0 немесе Б қосылған 1. Бұл жерде бізде Б қосылған 1-міз үлкен болады екен. 7-ші тапсырма амалдарды орында дейді. 7 сағат 7 минут немесе азайтылған 5 сағат 23 минут. Енді бірінші минутымызды 7 сағаттан 6 сағат 67 минут, 5 сағат азайтылған 5 сағат 23 минут болады. Енді осыдан алатын болсақ, 1 сағат ол бізде 40 минут болады екен. Екінші 3 апта 4 тәулік қосылған 2 апта 3 тәулік дейді. Енді бұл жерде бізде 3 апта мен 2 аптамызды қосамыз 5 апта. Енді тәулік мен тәулігімізді қосақ 7 тәулік болады екен. Яғни 7 тәулік. Бұл дегеніміз бізде 6 аптаны көрсетеді екен. 8-ші тапсырма. А нұсқасында Б-ның 5 есе кемітін бұндағы Б тең 45-ке дейді. Бізде Б бөлінген 5, Б немесе тең 45-ке дейді. Енді осы мәндерімізге біз сандарымызды қоя саламыз. Сонда 45-мізді 5-ке бөлсек 9 екен. Ә нұсқасында 54 пен 46-ның қосындысы А есе арттыру, мұнда А тең 4-ке дейді. Ә нұсқасында 54 қосылған 46 көбейтілген А тең 4-ке дейді. А мәніміздің орнын тек 4-мізді орнына қойсасақ болды. Жақшаның іші 54 қосылған 46 көбейтілген 4. 54 пен 46-мызды қосып аламыз. Сол бізде 100, 100-ді 4-ке көбейтсек, ол бізде 400 болады екен балалар. 9-ші тапсырма ойлан тап дейді. Б мен А-ның орнына қандай сандарды қойып төмендегі өрнектің мәнін табуға болады дейді. Бұл жерде бізде жақшаның ішінде 100 азайтылған Б қосылған 10 дейді. Бұл жерде біз 100-мізді жазып қояйық, оған 10-ды қосып және В-ны азайтқан тиімді. Сонда бізде 100-ды 10-ға қосып 10-нан В-ны азайтамыз. 110, жауабы 110-нан кіші сандар екен. Енді жақшаның ішінде 80 азайтылған А қосылған 10 дейді. Тең 80-мізден 10-мызды қосып, одан А-ны азайтақ. Сонда 90 азайтылған А. Жауабы бізде 90-нан кіші сандар болады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.